Құрметті достар, бүгін біз Бейбіт ағамыздың шаңырағына келіп отырмыз. Бейбіт аға бізде ұлан газеті бұрынғы Қазақстан пионер кезінде жауапты хатшы қызметінен бастап, бас редактор қызметінен дейін қызмет атқарған, Фариза апайларымыз сияқты сол кездегі аты дүркіреп тұрған қаламгерлермен бірге қызметтес болып, бірге газет шығарған. Бүгін сол туралы әңгімелессек деп отырмыз. Мен Қазақстан пионеріне барғанға дейін комсомолда қызмет атқарғанмын. Соңғы мына жастар қозғалысы туралы кішкене біршама жақсы білетін. Соңғы мына комсомолдың міндеті пионерияның міндеті дегенде бар бет таныс еді ғой, өйткені сол жүйеде істеп жүргеннен кейін. Соған газетке келгеннен кейін енді балалармен екі арада былай жақсы біраз жұмыста жүргізуге тырыстық. Балалардың кітап журналға, газетке тартылуын, газеттен де өздерінің дос деп тануын, сол сырласуын дегендей сондай жағына қатты мән бердік та. Сол әртүрлі дискурстар басырып тұратын, кездесулер басырып тұратын балалардың өздерінің екі арада байланысын арттырдық. Енді хат көп келді. Сол әртүрлі жұмыстар бастырғанда 250 мыңға дейін шықтық бұл кезде. 250 мың деген әжептәуір тираж ғой, қазір енді аз ғана ғой. Ең бастысы біз әйтеуір балалар мен газеттің арасында байланыс жақсы болды. Балалар белсенді қатысып тұратын. Содан кейін біздің енді сол кездегі саясат дегеннен шығады, біздің мектептерде КИТ деген болатын. Клуб интернациональной дружбы. Интернационалдық достық клубы дейді. Сол көп жазып тұрады. Оның былай келіп жатқан хаттарын аңғарып, былай мазмұндан қарасақ, ол негізінен хат жазысу да балалардың. Әртүрлі мектептердегі балалармен, шетелдегі балалармен де жазысады енді ол, бірақ хат жазу соны клуб дейді, КИТ деп атайды. Интернационалдық достық клубы. Біз соңғы сол енді бұл достықты сол өте тар ұғымда түсінбейік, достықтың мәнін түсінейік дегендей ойға келіп, содан достық деген не дегендей тақырыпта бір кішкене мақала бердік балаларға әдейі, қозғау салу ретінде, оны қалай түсіну керек дегендей. Соны балаларға көңіліне соншалықты ұнамды келді, көп хат келді, сол достықты қалай түсінетіндерін. Содан кейін мына ұлт мәселесі айтыла бастады да. Мына мысалы қазақ мектебі, бізде қазақ балалар ғой енді. Мына өзіміздің көрші тұратын орыс мектебінің балалары бізді ұнатпайды, мен үшін бейт қазақ деп кемітеді дегендей. Соңында олар орыс балалар туралы қазақ балалардың өзі солай қарайды дегендей. Соңында кейде ана немен ескі баяғы ұмытылған мазақтау аттармен атайды дегенде көп толып жатқан. Соны білмейді, қазақша білмейді, орысша оқыған біздің қазақ балалар. Қазақ тілін білмейді. Білдер дегенмейді дейді. Сөйтіп өздері не керек балалардың мына ынталылығын көрсеттік. Ана тіл туралы біздің ақындардың көп өлеңдері болды. Соларды келтіреді. Тіл деген былай тілдің жақсы өру керек екенін, Қадырдан келтіреді, басқадан келтіреді. Тұтымда қырғыздың ақындарынан келтіреді тілдің енді. Тілдің ар ұятың бетінде толып жатыр ғой. Соның бәрін жақсы келтіріп, сөйтіп хат жазып жүрді. Бұл енді көп келді хат. Содан кейін біз сол пікірталастардан, газеттің бетіне пікірталастар ұйымдастырып, сол топтамаға жариялап тұрдық. Ашық әңгіме сағат. Ашық әңгіме сағат, дұрыс айтасыз. Сол бір азаматтарға ұнамады. Біздің қазақ деген қарап жүрмейді ғой, үлкені бар, кішісі бар, бірдеңені іздеп жүреді, түртініп жүреді, содан саяси хат табады ғой. Содан жаққа белгі береді да, мыналар саясатты қозғап, ұлт араздығын бірдеңесін дегенде біреулер болу керек сондай. Соны не керек тексеріп, не қылды, ол кезде енді мен ол кезде жауапты хатшы болатынмын. Жауапты хатшы енді бас редактордың орынбасары сияқты должен, сол кезде басқа не жоқ. Ал бас редактор біздің Фариза апай болатын. Фаризаның қарсысында өткен үлкен ақын қызымыз болды, сол кісі бас редактор. Ана менің ол бастамама осы қарсы болған жоқ болатын. Соңғы мынандай жағдай болған кейін өзің ол маған ренжіген де жоқ, ешқандай айтқан жоқ, былай енді өзің жауап бер, басшылықпен дегендей. Сөйтіп сол өзім енді сол үлкен үйлердің екі үлкен үй, ол кезде бір үлкен үйіміз өзіміздің комсомолымыз, орталық комитет, соның бір үлкен үй. Соларға өзімше сұрақтарына орай жауап беріп тұрдым да, былай түсініктер бердік. Ақыры өзімнің ойымды дәлелдедім мен енді. Өйткені мен комсомолда істегенім бір жалпы ұлт мәселесіне біздің партия тарихында қалай қарайды, жалпы күнделік шешімдерде қалай көрсетілген дегендей мәселелерге шүкір бір шама білетін ек қой. Соны келтіріп, бұның бәрінде ешқандай не жоқ. Бұл балалар пікірталас арқылы шындыққа жетеді. Оның еш несі жоқ дегендей нәрсені әйтеуір дайындадық қой, не керек солай дәлелдедік көп. Олар біздің балалардың хаттарын жинап алды. Сол біраз әңгімеден кейін ақыры аяқталды ғой, маған сол түсінік бер деді, мен түсінік жазып бердім, өзім ойларымды айтып. Сонымен танды. Ол енді сол болатын ол кездегі үлкен біздің істеген кездегі оқиға. Енді одан кейін 50 жылдықты атқардық, жаман атқарған жоқпыз. Бізге награда берді, үлкен құрмет белгісі орденімен марапаттады. Оны біздің жоғарғы кеңестің төрағасы келіп тапсырды, үлкен жиналыс болды, оның бәрі жақсы болды. Біздің кезде енді мен енді Қазақстан пионерінде көп істеген жоқпын ғой, жалпы 5 жылдай ғана істедім. Оның алғашқы бір жартысы 2 жылдай сол жауапты хат, содан кейін
3 жылдай шамамен ректор ғой деймін, шамамен осылай болды. Сол кезде жалпы балалар сонда істеген енді осы көбі белгілі ақын жазушы болып кетті ғой жігіттердің. Бәрі жақсы, өздері бойларындағы бар таланттарын бәрін сол балаларға деген шығармаларына салды, балалардың хаттарын қорытып беру өз алдына балалардың қажет тақырыптарды қозғай білді. Содан кейін екі арада байланыс ұйымдастыра білді. Сонымен жауын болған жоқ. Жалпы бізде оқушылармен оқушылардың хатымен жұмыс істеуге мән беріледі. Ол кезде бізде екі бірдей хат тіркеуші болатын. Сонда жылына бір 15-20 мың хат келіп жатады. Біздің жаңағыдай көп оқиғадан кейін, көп пікірталастан кейін хат керемет ұзап кетті. Көбейіп кетті. Бір жылда 30 мыңға дейін хат алдық, 30 мыңға дейін хат алдық. Содан бір хат тіркеушін берді бізге қоса. Жалпы байланыс екі арада жақсарды. Келген хатқа жауап береді. Сөз жоқ, жауап береді. Міндетті түрде жауап беріп отырады, тіркеп отырады, оның бірін адам керек қой. Сондықтан арнайы хат тіркеушілер жұмыс істейді. Сондай сол байланысқа хатымен біргем, сол балалар шүкір жауын болмайтын. Сондан 250 мыңдай тиражымыз болды, 30 мыңдай хат келіп жатты, жаман болған жоқ. Айына аптасына 2 реттен шығып тұрды. Аптасына 2 реттен 250 мың данамен шыққан, енді ол әжептәуір нәрсе ғой. Ол балалармен екі арада байланыс жақсы болған болады. Сіз Қазақстан пионеріне жұмысқа келген кезде Фариза апай редактор болып тұрды, иә? Фариза апай редактор. Мен барған ол кісі мені шақырған Фариза апай. Кім болды? Өзі шақырды ма? Мені Фариза апай шақырған. Ол кісі бұрын неде лениншіл жаста меншіктілші еді ғой, батыста. Сонымен осы жаққа келіп Қазақстан пионеріне бекіді. Енді комсомолда кездесіп, басқа уақыт кездесіп, мен бір әңгімелерім шығып тұратын, ол кісі жариялап жүретін. Сол білетін енді, әйтеуір сол қызметке шақырды. Ол кісі мінезі қызық кісі ғой, былай тік адам, көбіне қылмайтын маған сұрады алып, келесің бе деп. Мен айтамын, әрине барғым келеді, өйткені мен ойланған жоқ, барғым келеді деймін. Себебі енді біз ол кезде жаспыз, енді жас болғанда қазірден жасайды десе жалпы жас емеспіз ғой енді. Жалпы ол кезде мен өзім шығармашылықпен шұғылданып жүрмін десем дейтінмін, көркем шығармашылықпен шұғылданып, бірақ өзімше көп нәрсе бірдеңе жазамын, бірақ жариялану аз болатын. Сондай өз іштеріне барсам, шығармашылық коллективке ұжымға барсам, бәлкім кішкене жариялану оңай болатын шығар деген мен бірден келістім. Арасына барған дұрыс қой деп. Содан кейін мақұл дедім, ол біраз күн айтты, мен келістім, кел бізге тез деп. Мен естественно өйтіп баратын ондай жер емес қой, жауапты қызметтен, төмен қызмет болғанмен жауапты қызмет болып атайды, өз бетіңмен ештеңе істемейсің ғой. Ол жақтан жоғары жақтан әмір тосасың. Ондай ештеңе болған жоқ, мен жұмысын істеп жүре бердім. Біраз күннен кейін қайтадан сондай неғып кешігіп алсын деп. Мен айтамын, маған ештеңе айтқан жоқ ал деймін. Ол айтпаса сен бәрі өзің барып сұра, маған келіскен дейді. Содан кейін мен барып сол кездегі идеология жөнінде хатшыға барып кіріп айттым, осындай Пәкең Фариза оңғасына мені қызметке шақырып жатыр. Соған мен барғым келеді. Менің өйткені ішкі ықыласыма сол келіп тұр, жіберіңіз деймін. Ол енді барып сөйлестік, әртүрлі сұрақтар қойды. Содан кейін бірінші хатшымен ақылдасайын деп кетті. Келді, бәрі дұрыс болды. Содан кейін дұрыс болды ғой. Содан кейін өздері үлкен жиналыс өткізіп, жиналыста кәдімгі неге Қазақстан пионеріне жіберетіндерін айтып, салтанатты түрде шығарып салды. Сөйтіп сол комсомолдан үлкен бір немен шыққан болатын. Пәкеңнің арқасында, Фаризаның арқасында. Сол Пәкең сол өзі кеткеннен кейін мені орнына сынып кеткен болу керек. Мен сонда бекітті. Ол кісі пионер жиналында болды. Мен мына газетте болдым. Сөйтіп сол 20 жыл соң кейін өткіздік қой. Жақсы кезінде сондай жақсы болды. Газет, ол кезде газет беделді ғой, аз ғана ғой. Қазірде ондаған жүздеген газет жоқ, ол кезде шамалы ғана газет жастарға, балаларға, үлкендерге дегендей. Соның ішіндегі балалар газеті, балалар баспасөзінің қара шаңырақ деп есептеледі. Тарихын білесіздер ғой бәрі. Біздің кезінде көрдіңіздер ме, көрмедіңіздер ме, біздің өмірбаян деген жинақ шығарғанбыз 100 жылдыққа. Сонда біраз тарих айтылды, ол енді әрине кішкене қысқарып, біздің басшылықтың несінен бір басқа табағын тура шыққалы жатқан жерден алып тастадық. Ішінде біраз адамдардың аттары кетті, мақалалар кетті. Оны өйткені бір ішінде біреу қалжау болған деп сондай бәлені айтты. Ондайды ол кезде үрпиіп қарушы жоқ қой. Қалжау болса болған болады. Білеміз ғой, қаңғылау деген екен кезінде сол сотталып келген адам ғой енді. Бірақ сол ақталып келгенмен сондай неге байланысты алып тастап сондай болған болатын. Бірақ қанша дегенмен шағын ғана кітапша, бірақ тарихынан белгі беретін тәп-тәуір ғана бір шағын кітапша болды. 20 жылға соны шығарып. Ол айтқаныңызды көрдім, бірақ кітаптың өзін көрмеппін. Енді Фариза апай туралы сұрағым келді. Ол кісі жаңағы бір естеліктен оқып едім. Бір журналистті жұмысқа алатын болса, екі жас журналисттен жарты ставканы алып, екеуін жарыстырып, сосын біреуін толық қалады деп. Сондай болмас? Ондай жасады, ол ондай жасап жүрді. Ол бірге істедік қой, бір
ставкаға 2 адам алып жүрдік мысалы. Сосын екеуі Оны байқап көру, әр несіне қарауға солай алып жүрдік, толықты алып жүрді. Ондай әдеттер бар. Өйткені студенттер алады, студенттер ол бәрі жақсы ғой. Негізінен студенттер алады, өзі байқап жүрді, талантты студенттер алады. Бір неге еңбекақы 2 адам, бірақ ретімен көреді, талантын көреді, жазғыштығын көреді, байқа журналистік шеберлігін көреді, дегенде бейімдеуін көреді, сонға келіп сөйтіп кете береді ғой. Ондай жасап жүрді. Осы күндер білмеймін, осы күндер ондай бар ма жоқ па, бірақ ол кезде ондай болатын. Ондай жасап жүрдік. Енді осы соғыс енді өзі адамдар танығыш қой, небір мықты ақындар, кейін соң бір соғыстың қармағын сөйледі, өзі шақырып жүргендер бәрі, ақындар, жазушылар бәрі. Мына Ұлықбек, Мереке қылады, Мереке, осы күнгі Тынышбай, бәрі сол кімнің кезінде, Фаризаның кезінде келгендер ғой. Дәуітәлі, Стамбек. Дәуітәлі, бәрін біліп отырғызсыр ғой, сондай болды. Сондай жақсы жігіттер істеді. Солармен бірге мен жұмыс істедім, дайын кадр ғой, дайын ұжым. Бәріміз сол жақсылап, ел жылықты өткіздік, одан кейін мен білім және бек ауыстырды да, балалар қайсынан кеттім. Кейін бұлар әр жылдан атап өтіп жүрді ғой, мен маған да бір-екі осындай мақалалар жаздырып сөйтіп жүрдім. Сол жалпы газет жақсы, балаларға дос еді ғой, балалардың досы деп соғатынбыз. Ол шынында солай ғой, балалардың кәдімгі сырласы, досы деп газет. Өйткені біріңе болса газетке жазады, мен үйттім, бүйттім деп. Таза балалық сезімдер ғой, соның бәрін газетке жазып жатады. Ішінде өлеңдері болады, басқасы болады сол. Соның бәрімен балалар жақсы жұмыс істеп жүрді, қыздар, жігіттер бәрі. Енді соңғы сақтан бір есіңізде қалған, сол кездерде есіңізде қалған бір хат пен балалардың хат, есіңізде қалған бір мақаланы айтып бере аласыз ба? Балалардың келген хаттардың ішінде және балалардың келіп жатқан хаттарына мен жаңағы неге көп мән бердім ғой, сол тұрған енді балалардың достық туралы, көзқарас туралы мәселе. Мен оны кейін неге мен жазып та жүрдім, сол үзінділерінде беріп жүрдім, ат үзінділерін ұмытып отырмын, хаттардың сол өзіме ұнағандарын, сол неге пікірлерін бәрін сол өзімнің неге жариялап жүрдім. Мен кітаптарымда да бар, ол бар. Өйткені маған әсіресе әсер еткен сол жаңағы біздің газеттің бастамасына үн қатқаны, соңын достық мәселесін терең түсінуге тырысқаны, оны терең түсіну арқылы ұлттық мәселені шешу, ұлтты сүю, өзіңнің туған ұлтыңды, оны дамыту жолындағы сол көзқарастар, тілге, кәр тілді айтып жүрміз, әлдің орнында қоя береміз ғой. Ол мәселе Совет үкіметінің тұсында да болатын. Ол кезде де сол тілмен күресті ұнатпайтын билік. Тіл жөнінде сол кезде балалардың көзқарасы, қазақ тілін, ана тілін білудің маңызды екенін, соған жазған хаттар әр жерден келді, қыздар, ұлдар, оқушылар бәрі, олар маған өте ұнады. Сол ұнаған бір 5-6-10 шақтысын бекін мен арнайы келтіріп жүрдім, мен кітаптарымда бар. Маған ұнағаны сол піртасқа қосқан үлестері, үндері сондай болды. 95 жылдыққа құттықтау айтып жіберсеңіз, оқырмандарға, редакцияның қазіргі журналистерге. Енді Ұлан газетінің 95 жылдығы деген үлкен белес. Енді ала берсе, енді бір секіргенде бір ғасыр болады екенсіздер. Енді осы бір ғасырлық жолды, 95 жылдық жолды білу енді өте маңызды менің ойымша. Осыған біздің газет қызметкерлерінің де, газеттің оқырмандарының да мән бере қарап, сол өздерінің ақылшы, сырлас газетін, баспасөзін мейлінше кең таратуға тырысуына тілектеспін. Жалпы шын мәнінде балалар баспасөзі балалардың ақылшысы, сырласы, жолдасы, досы болуға керек. Соған қол жеткізе беріңіздер деп тілек білдіргім келеді.